Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге 3 түрлі помидор егіп көрсетемін. Біріншісі міне осының ішінен негізінде 20 штук помидор сияды. Мен помидорды еш уақытта ыстық суға, марганцовкаға салмаймын негізінде. Осылай тағы да егіп көрейін. Міне мынаның үстіне мен кипяток құямын тек. Кипяток құямын. Осылай әзірше тұра тұрады. Кипяток құямда осы тұра тұрады. Әзірше басқа түрін көрсетемін сіздерге. Ол үшін маған мынаның ішінде просто су, кәдімгідей су. Краннан алынбаған, жай бір күн үйде тұрып тұрған отстойная вода дейді ғой, соған міне перекис, 3% перекис 1 литрға 1 ас қасық қосам. Сосын мынандай мешок аламыз. Мешокта басы, мынандай жері бас жағында болған жақсы. Себебі соңынан мен көрсетемін, не үшін екенін болған кезде көрсетемін, керек кезінде соңынан. Оған туалетная бумага, екі қабат, мына үшінші қабаты. Міне, осындай жерге қаншама қазір біз егеміз. Ранная дейді. Скороспелый, неприхотливый. Бірінші бар ғой, мен не істейтінімді айтайын ба сіздерге. Міне жылда да жазам, сөйтіп цветы, бархатцы. Бірінші орхей деген сладкий шоколад деген егіппін мен. Бірақ та шоколадная красавица деген еккен жоқпын. Перец Атлант маған нормально шықты. Гигант 10 деген маған ұнаған жоқ. Дебаролар бар ғой, дебаро деген перец ектім мен. Помидор. Дебаро деген помидор, ол жақсы тұрады. Күзде жақсы сақталады. Бірақ та ондай өте биік болып өседі. Содан кейін маған ол ұнаған жоқ. Әдемі, нормально. Енді мына жерге жазам, биыл 20, бүгін 30.03.2021. Бірінші бір ранный помидор томатты, томат ранный 83 деп жазам. Соңынан жазам, мен сіздерге просто көрсетіп жатырмын. Енді қалғандарын соңынан жазамын сіздерге көрсетіп. Уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Негізінде мынандай маркер емес, анандай водостойкий маркер болады. Сондай маркер алған жақсы, мен алып үлгермедім. Ертең келіп қайтадан жан-жағын алғаннан кейін дұрыстай мына кетіп қалады себебі. Міне осылай жасаған кезде мына неге қаншама помидор, қаншама не сияды да. Мына жерде 20-ның бәрі осында кетеді.
оны жерге ексек қайсы шығады, қайсы шықпайды білмейміз ғой. Содан кейін мен осы жерге қоям да, осы жерден алып пересадка жасаймын. Біразға дейін осы жерде тұрады, соңынан көрсетем по ходу қалай жасап атқанымды. Былтыр басын түсірдім да, соңынан түсірмей қойдым қалай жұмыс істегенімді. Бұл негізінде помидор 3-4 күнде, 4-5 күнде шығып қалады. Ал болгарский кішкене сәл кешірек шығады. Бұны қазір сіздерге көрсетем. Қалай болатынын, не болатынын. Так, кішкене сулап жіберейік. Міне, осыны алдық. Енді мына жағынан аламыз да, осылай рулон қылып ораймыз. Рулон қылып ораймыз. Рулон қылып орадық. Шетіне жеткізбейміз негізінде. Ана ненің шетіне жеткізбейміз. Туалетный бумаганың шетіне, көп қатты шетіне тұқымды жеткізбей саламыз. Енді мен мына жерге былай жасайым қазір. Бір. Көрдіңіздер ме маған неге керек дегенім? Водостойкий маркер. Міне бір деп жаздым ғой. Осы кетіп қалады водостойкий. Жаңа перекіспен суымыздан кішкене құямыз түбіне. Көп құймаймыз. Кішкентай ғана құйдық. Осылай етіп салып қоям қазір. Енді келесісін жасайым солай. Уже суыды. Осыған мен екі түрлі салғым келіп отыр. Розовый Рафаэлладан салам қазір. Бұның жақсысы, мен бұнымен китайский метод дейді. Басқаша не знаю, қалай метод екенін. Мен өзім оқып, ютубтан көрдім. Өзім ешнәрсе не придумала. Мен ютубтан көріп жасадым. 2 жыл жасадым, биыл 3-ші жылым мен жасайын деп отырғаным. Бұған ұнайтыны маған, осыны пересадка жасамайсың, осы күйі, және осының ішінде тез өседі. Әзірше бетіне ғана саламыз. Мына осы рядынан 5 сияқты негізінде. Мен мүмкін аз салам, негізінде 5 де салуға болады. Төртеу, бесеу. Осыны салдым. Бұл енді розовый Рафаэлла. Енді мен салғым деп тұр розовый малиновый звонды салайын. Малиновый звон дейді. Мұны шетіне салам. Тоже 10 салам. Көреміз. Қаншасы, қайсысы жақсы шығатынын. Мынаның ішінде көп екен. Малиновый звонның ішінде помидор көп екен. Тұқымы. Ананың ішінде азғантай болды жаңа. Розовый Рафаэлланың ішінде азғантай болды. Мынау және өте ұсақ екен. Көреміз шағауына байланысты енді. Менде негізі бұның ішіне шыққанының 80% шығып жүрді. 100 деп айтпай, 80 шығып жүрді. Енді
екінші менде розовая рафаэла болады да, мына шетіне мен мына розовая рафаэла шетіне 2 деп жазам. Міне 2. Ал ана малиновый звон менде 3 болады. Оны 3 деп жазам мына жерге. Ертең қайтып жазып қоямын, себебі мынау кетіп қалады. Енді жаңа бірдей болып тұрды ғой. Соның бетіне мен бірдей етіп топырағын себем. Топырақ магазиннен сатып аламын мен. Ешқандай өзім еш нәрсе жасап не істемеймін, жинамайым. Магазиннен сатып аламын. Универсал. Өстіп басын. Сосын шыққаны бойымен көреміз, тағы да өскен сайын бұл жерге топырақ салып отыруға болады. Бұл жерде аз болады топырағы. Тамыр болып кету керек бар жері. Сол кезде салып отырамын. Міне менің бүгінге 2 түрлі помидорым дайын. Помидорды ектік. Енді еккеннен кейін бетіне осындай етіп жабамыз. Как не сияқты ғой, тепличный. Осылай етіп жабамыз да. Әзірше мынандай басына 1-2 листочек болып, жапырақ болып шықпайынша жылы жерге, қараңғы жерге қойып қоямыз. Жылы жерге қойып қоямыз. Шыққаннан кейін терезенің алдына жарыққа апарамыз. Жылы жерге, жарыққа 20-25 градус болса айтыңызшы, өте жақсы және тез шығады. Осылай етіп помидорларды егіңіздер. Енді тағы бір жолын мен сіздерге көрсетейін. Мен сіздерге помидордың 3-ші жолын көрсетейін. Помидорды негізінде перевалка, пересадка жасау керек дейді ғой. Мен оны жасамай-ақ осылай негізі пересадка жасағанды көп жұмыс болғанды жақсы көрмеймін өзім. Сондықтан мен осылай жасайын деп отырмын. Мына өскен сайын үстіне топырақ сала беру үшін мен топырақты көп салған жоқпын. Ана помидор өседі ғой, өскен сайын, ағашы үлкейген сайын топырақты сала берсең, ол жай өседі. Сондықтан сондай болған жақсы. Чем өсіп, биік болып кеткен помидор, ол рассада, ол дұрыс емес. Рассада аласа болып өсу керек. Несі, сабағы қалың болу керек. Ал егерде топырақты салып, сөйтіп сабағын қалың қылып өсірсең, сол кезде рассада жақсы болады. Ал мына өскен сайын топырақ сала берген сайын тамырланады да, тамырланған сайын ол өзі сабағы қалыңдай береді. Сондықтан мен топырақты аз салдым. Мына жерге мен 3-ші деп қояйын. 3-ші бұл жерде малиновый звон, ол бізде 3. Соны көреміз. Менімен бірге бақылаңыздар, қараңыздар. Рахмет сіздерге. Сіздер де өсіріңіздер. Егіндеріңіз егісті болсын. Мынау енді көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы көрсетіп менің еккен рассадаларым осындай ыдысқа саламда, астына су құйып, парной эффект қойып қоям. Мынау солай көріп тұрсыңыздар. Осылай етіп әбден шыққанша, шыққаннан кейін бетін ашып қоямын. Мен сіздерге алдында 30 күні еккен помидорымды әлі салған жоғым, себебі бұлай результатын көрсетіп, соңында бірге салғым келді. Міне аштым, көріп тұрсыздар, 80% шыққан. Енді осылай ашып, сіздер күтулеріңізге болады. Мен сіздерге ашып көрсеткеннен кейін жасайын деп жатырмын. Мынасы 2 жапырақ болған, 2 жапырағымыз 4 жапырақ болғанша күтулеріңізге болады. Міне жапырағын қалай, қараңыздар, шығып тұр. Осыны енді мен бұлай артқа қарай жасаймын, себебі мына өсіп кеткен ғой. Осылай артта тұрса, ол өте әдемі болып тұрады. Жақсы болып тұрады, себебі қатты өсіп кетпейді. Қатты ұзақ болып өсіп кетпейді. Бұны мынандай 2 жапырақ шыққанша қараңғы жерде ұстаймыз. Кешегідей беті жабылған күйі 30-ында ектім. 2 жапырақ менде 2-сінде шықты. 2-сінен бір терезенің алдында тұр. 2 жапырақ сарғайып, кішкентай жұп-жұқа болып шығады, еш нәрсе етпейді. Қорықпаңыздар, сәл шыққаннан кейін сразу аласыздар да терезенің алдына бетін ашып қойып қоясыздар. Бірақ та әрдайым қараңыздар, түбінде мынандай су болып тұру керек. Түбі құрғақ қалмау керек, сонда өзі туалетный бумаганың бойымен суды алып тұрады. Осылай жасап аламын мен қазір. Бұл 4-5 жапырақ болғанша осы қағаздың ішінде тұра береді. Еш нәрсе етпейді, еш нәрсе не істемеңіздер.
3-4 жапырақ болады. Сол кезде аламда мен арнайы сіздерге видео түсіріп, дальше қалай жасайтынымды көрсетемін сіздерге. Осылай әзірше жасай беріңіздер. Топыраққа отырып, жаңа перевалка, пересадка жасаған кезде қоқытудың еш нәрсенің керегі жоқ. Мына көрдіңіздер ме, мен мына жерге дейтін жасаған кезде екі қатар туалетный бумага салуға ұмытып кеткем. Сондықтан мынандай болып ашық шығып жатыр. Еш нәрсе етпейді ол. Мен қазір осылай етіп қоямын. Басына су барады. Мынау айтып қойдым. Суы өзі барады. Мына көрдіңіздер ме? Мынау мен дымқыл болды. Алған кезде де қағазымен алына береді, еш нәрсе етпейді. Енді осылай етіп, міне ораймыз қайтадан. Қайтадан ораймыз. Міне көрдіңіздер ме? Міне қалай болып тұр. Алдында жасалмағанымыз қалай болып тұр. Мына ақтар шығып, мына жерде шыға береді үлкейіп, бірақ та бұл сорайып үлкейіп кетеді. Ал мынау жайлап әдемі болып қалыңдап шығады. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Осылай жасаңыздар, түсіріңіздер. Міне мынаның ішінде менде 50 шақты рассада бар. 50-ден көп. 50 емес, даже 50, 60, 70 рассада. Қанша жерді алып тұр, пока шығам дегенше. Сіздер де осылай егіңіздер, көріңіздер, өздеріңе ұнағанын аласыздар. Видеоның ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен.